Желіде Атырау облысындағы елді дүрліктірген оқиға бойынша сарайдан мәйіттері табылған зейнеткерлердің отбасылық қуанышта түсірілген соңғы бейнежазбасы тарады. Бұл туралы Алаш.кз сайты хабарлайды. Атырау облысы Қызылқоға ауданында жоғалған отбасы мүшелерінің екеуі өлі күйінде табылды. Қазіргі уақытта зейнеткерлердің тағы 2 баласын іздестіру жұмыстары жалғасуда. Құзырлы органдар бұл істі адам өлтіру бабы бойынша тергеп жатыр. Жарияланған кадрлардан Мақсот пен Нәсіп есімді зейнеткерлердің балалары Мейрамгүл, Наурыз және қыздары Ақбаянмен бірге мерейтой тойлап жатқанын көруге болады. Айта кетейік, бүтін бір әулеттің қазасына қатысты негізгі күдікті ретінде Ақбаянның күйеуі қарастырылып отыр. Жақындарының сөзінше, күдікті азамат діни жолда болған және намаз оқыған. Ал зейнеткерлердің қызы Ақбаян соңғы уақытта туыстарымен байланысқа сирек шыққан көрінеді. Қазіргі уақытта Мейрамгүл мен Наурыз әлі де хабар ошарсыз кеткендер қатарында. Қылмыстық іс адам өлтіру бабы бойынша тергеліп жатыр. Құрметті көрермендер, бұл жаңалықты оқығанда ең алдымен адам ретінде жүрек сыздайды екен. Бір отбасының соңғы рет қуанышта бір дастархан басында жиналып бейнежазбаға түскен сәті қазір мүлде басқа мағына беріп тұр. Кеше ғана күліп ойнап отырған жандардың тағдыры осылай аяқталады деп кім ойлаған? Бұндай кадрлар істің қаншалықты ауыр әрі күрделі екенін көрсетеді. Әлеуметтік желіде тараған әр видео, әр дерек халықтың эмоциясын қоздырып, түрлі болжамға жол ашып жатыр. Бірақ бұл ең алдымен тірі жандар үшін де, марқұмдар үшін де өте ауыр кезең. Меніңше, дәл қазір қоғамға сабыр мен жауапкершілік керек. Күдіктілер, діни ұстаным, отбасылық қатынас туралы айтылған әр сөз нақты дәлелмен расталмайынша жай ғана болжам күйінде қалуы тиіс. Тергеу адам өлтіру бабы бойынша жүріп жатқаны істің салмағын көрсетеді. Бірақ түпкі шындықты тек құқық қорғау органдары анықтайды. Ал желіде отырған біздер үшін ең дұрысы қауесетке ермей, жоғалған Мейрамгүл мен Наурыздың аман табылуын тілеп, марқұмдардың рухына құрметпен қарау.